Елге жеттіңіз ау әйтеуір. Иә, елге жеттік. Әйтеуір кішкене ұзақ болып кетті. Анда-мында жұмыстар болып. Өте қуаныштымын. Жеңістен кейін көңіл күйім өте жақсы, керемет. Жекпе-жектен кейін біз сұхбатыңызды көрдік. Америкадағы мен алдағы уақытта Оразовтан құдай қаласа, одан кейін демалып, бұйырса жыл соңына қарай Дубайдағы турнирде жекпе-жекке шыққым келеді деп қалдыңыз ғой. Осы туралы тағы да бірнеше күн өтті одан бері. Қазір қандай жекпе-жектер болуы мүмкін, алдағы уақытта кімдермен шығуы мүмкін, қайда жекпе-жек болуы мүмкін, соны айтып беріңізші. Шынын айтсам, жекпе-жегім келесі белгісіз. Маған да байланысты болады. Мен қашан дайын боламын, сол кезде айтамын. Сол күнге маған жекпе-жекке бой беріңіздер деп. Сондықтан қазір кішкене демалып, өзімізге келіп алып, қазір кішкене шаршадық. Иә. Енді оқу-жаттығу жиындары өте сәтті өтті. Бұл жекпе-жек негізі сәл ертерек өту керек болды, бірақ түрлі себептерге байланысты кейінірек өтті ғой. Салмақ өлшеу рәсімінде қарсыластың салмағы көп болып қалды. Саят Абдрахмановтың айтуынша, сіздердің тараптарыңыз жекпе-жекті кейінге қалдыруға мүмкіндіктеріңіз болды. Бірақ сіздер тәуекелге барған екенсіздер. Оның салмағының көптігіне қарамастан сіз жекпе-жекке шықтыңыз, өйткені сіздің нағыз былай айтқанда на пике форма дейді ғой. Енді аздаған бір жарақаттар болды дейді, бірақ ол спорттық тұрғыда қатты білінбеді дейді. Тәуекелге бардыңыз, жекпе-жек өтті және ашық айқастың қорытындысы бойынша 3-ші раундта сабмишн деп жатырмыз. Тұрып қарсыласта конфигурациясымен құлата салдыңыз, былайша айтқанда ұйықтатып кеттіңіз. Сол туралы айтып кетіңізші, қалай болды өзі, қарсылас қалай екен? Қарсылас мықты болды, әрине салмақ болмағандықтан кішкене не десем болады, сезілді маған негізінде. Қаншама дайындық болды, соның үшін де біз енді Лас-Вегасқа жай барып кетуді жөн көрмедік, соның үшін жекпе-жекке шықтық енді. Қаншама не дегенде бұлайына негізінде маған жекпе-жекке шықпай отказ беруге де болатын еді. Неге дегенде үлкен салмақ, 2 килограммға жобасында. Енді не істейміз, бұйырғаны осыға сендім, жеңемін деп. Құдайға шүкір жеңдім. Енді рейтингте де өз нәтижеңізді жақсарттыңыз ғой. Құдай қаласа, сіз айттыңыз, мен алдағы уақытта титулға алу үшін, яғни жалпы чемпион болу үшін кез келген қарсыласымен жекпе-жекке шығуға дайын деп қалдыңыз. Соларды тағы айтып кетіңізші, кімдермен шығуды жоспарлап отырсыз? Негізінде қазір менден жоғарыда 5 адам бар ол деймін. Соның қайсысы мен болса да мен шыға беремін негізінде. Бұлайына UFC оны шешеді, ол шешімді. Негізінде мені титулға дейін бір бой ұтсам, құдай қаласа, одан кейін титулға мен шығамын. Бұлайына бұйырса, может титулға да шығып кетуім мүмкін. Енді 17 жекпе-жектің қорытындысы бойынша 17-0 ғой, рекорд, құдайға шүкір, түр көзіміз тасқа. Жалпы Америкаға барған сайын қазақтың жанкүйерлері көбейіп жатыр. Сіз өзіңізді көріп жүрсіз ғой. Қазақстандағы жанкүйерлер бар, әйтеуір интернеттен болсын, теледидардан көріп жатқан, ақш-тағы жанкүйерлер бар. Содан кейін жаңағы Мадияр Ашкеев сізге бір ат сыйлаған екен. Жалпы қолдауды айтып бердіңізші. Қалай болды? Енді әрқашанда жалпы енді ең қатты қолдайтын қазақстандықтар көбісі. Бұлайына шетелдіктерде жанкүйерлерім өте көбейіп отыр, әрдайым жазып, қолдап. Енді не істейін дегенде маған өте қуаныштымын, осындай деңгейге жеткенім үшін маған абырой ғой бұл. Ат сыйлады мен. Рахмет, ат сыйлайтындар көп, құдайға шүкір, бұлайына естіміз, сыйлап осыншама елдің абыройын көтеріп отқанымыз үшін сондан бір еліміздің жақсы жігіттер сыйлап отыр. Әркімге де ат сыйлай бермейді қазір таңда. Рахмет, қуаныштымын. Әлеуметтік желіде сіз құстың етін жеген көріп қалдық та? Енді бұлай кәдімгі етті сағынған шығарсыз? Әлі ет алып бардыңыздар ма Америкаға? Жоқ, оны айтпақ қып, негізін Америкаға жылдың етін алып баруға болмайды. Біз өзіміз кішкене қазақсы вариант істейміз. Көп рахмет сізге, жеңіс. Шахмат, жалпы осы жеңіс құтты болсын. Өте жақсы. Енді сіз айттыңыз 5 боец бар, Эдвардс, Ковингтон бәріміз білеміз. Бірақ сізге қайсы ең ыңғайлы, ең керек қазір осы сәтте қалай ойлайсыз? Негізінде ыңғайлысы дегенде ыңғайлысы жоқ, бәрі де мықты.
мен оны шеше алмаймын енді бұл біреуіне. Ковентен мен шықсам вообще тіпті жақсы болады. Белал бар. Менің ойымша ше или Ковентені береді, или Белал. Екеуден біреуі болды. Белал шығатын сияқты. Бір стилистически айтады ғой, қайсы сізге вот более Бойға подходящий? шыққан кезде белгілі болады. Айтып айтайын. Ал қазір вот осы бойда сіздің қарсылас ең мықты болған, вот сезілді бәрі айтқан осы бой ең мықты болған. Яғни бәрі эксперттер айтқанда сіз өзіңіз қалайсыз? Үшінші раунд сол качели болды ғой. Бірінші анау кім Джефф қатысып орда. Я сосын сіз оны сразу қалай сіз өзіңіз сездіңіз осы үшінші раундта? Қалай болды? Сезгенде, бірінші басында удар өткізіп алдым, бірақ кішкене қателіктер бар. Жалпы енді соперникті көшеден біреу тауып әкеліп шауқатымен төбелес деп жатқан жоқ. Рейтинг топ 7-де жүрген жігіттер, енді осал ондай рейтингіне барудың өзі мен ойлаймын бір абырой оған бару оңай емес. Сондықтан түсіну керек, әрдайым одан ары қарай қарсыластарым одан да мықты болады. Әрине мен оған дайын болдым, ешқандай уайымым болған жоқ негізінде. Шаққа тағы бір сұрақ, Қазақстанда UFC болған жоқ еще, иә? Болады ма? Қалай ойлайсыз? Қазақстанға бірінші очередте трансляция сатып алу керек. Бірінші қайдағы UFC, бірінші очередте трансляция көрсету керек. Қазспорт арнасы болсын, басқа ұлттық арналар болсын, қайдағы басқа заттарды көрсеткенше осындай қаншама қазақтың азаматы осыншама Қазақстанның абыройын Америкада көтеріп жатқаннан кейін көрсету керек деп ойлаймын. Негізінде біздің ұлттық каналдарға арналған. Егер Қазақстанда UFC турнирі өтсе, сіз главный бой болсаңыз, чемпионский бой қалай болады? Әрине, жақсы болады деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда мен ойлаймын, бір-екі жылдың ішінде болуы мүмкін. Енді оны уақыт көрсетеді.